Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен PlayKZ арнасы. Достар, бүгінгі видеода біздер шындық айтатын боламыз. Достар, арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Жаңа жылға шейін 10 подписчикке жетейік. Тағы да стрим жасай алатын болсам, стрим жасап, бұйырса стримде бірге Free Fire комната ойнайтын боламыз. Достар, ал ендеше біз шындық айтуға кеттік. Яғни бірінші шындық PUBG пен Free Fire. PUBG Free Fire'дан киім, оружие, басқа да заттар ұрлай бастады. Сол үшін Free Fire, яғни Garena, онларында заттарын ұрлап бастады. Яғни PUBG-тағы оружияларды Free Fire'ға қосты Garena. Себебі PUBG-тың компаниясының өзі бастаған болатын. Мысалға бізде Free Fire'да очки бар ғой. Сол очкиді PUBG ұрлаған тұғын. Сол ұрлаған үшін Garena көп ұрлады. Ол кез үндемеді. Garena көп ұрлай берген соң PUBG-тан да оружие заттар ұрлай бастады, скиндер. Осылайша PUBG-тың кесірінен Garena да ұрлап бастады. PUBG өз кінәсін мойындамайтын шығар ұрлап бастаған. Бірақ мен бұрыннан білем. Өйткені PUBG мен ойнағанда дәл сондай болған. Free Fire'да бірінші Free Fire ойнап жүргенде бір оружие болатын. Мен PUBG ойнағанда ол оружие болмады. Біраз күн айлан кейін, біраз жылдан кейін қарасам PUBG сол Free Fire'дағы оружие заттарды қосып қойған. Сол үшін мен уже PUBG ұрлап бастағанын білдім. Екіншісі, адамдар көбінесе YouTube'да дұға және де басқа да сүрелер тыңдайды. Сол уақытта адамдар тілек тілейді. Яғни мысалға ата-анам аман болсын дейді. Оны комментарияға жазады. Не үшін оны комментария жазады? Біреулер білсін деп па? Оны негізі комментарияға емес, былай өзің тілеуің керексің. Сен комментарияға тілейтін топас емес шығарсыңдар. Ондайларды ақымақ адамдар істейді. Яғни, мысалға сен ақымақ болмасаң да, сондай комментарияға, сондай тілесең, және де басқа да заттар айтсаң, басқа да заттар тілесең, ол дұрыс емес. Именно комментке емес, бірінші өзің тілеп ал. Өйткені ойлаңдаршы, комментарияға құр жазасың, өзің бірақ тілемейсің оны. Дұрыс емес қой ол. Сен тілегіңді адамдар палаш білемін, адамдар осындай тупой болады ғой. Үшінші шындыққа келсек, үшінші шындық, адамдар бір машина үшін досын сатып жатыр. Себебі, мысалға мен сыныптасым екеуміз бар, родной болып кеткен ғой. И бөлем бар, сол менімен бірге оқитын. Екеуміз бөлем BMW, мен де BMW нормально таңдаймыз да, ол Mercedes болады, родной. В общем, біз екеуміз ұрыспаймыз да, бізге бәрібір қосыр, роднойымыз ұрыспаймыз, адамдар ұқсап дейміз. Ал басқа адамдар болса, Мерс мықты деп таныс болса да, осылай төбелеседі. Бұл шындыққа жатпайды ғой дейтіндерге айтарым. Бұл шындыққа жатады. Себебі туысқан болса да, таныс болса да, туыс болса да, осындай істейді. Достар, мен артқы фонды бірінші видеоға түсіргенмін тұғым, сол үшін ары қарай видеодағы мобизинді кетіріп салған жоқпын. Өйткені менің телефоным өзінде iPhone сияқты видео түсіретін бар, яғни видео түсіретіні көрінбейді. Менде сол үшін көрінбей тұр, мен осы видеоны алып алғам тұғым. Бұны мен қайта қосып отқан жоқпын. Өзім бірталай минутқа түсірген болатынмын осындай видеоны. Достар, осындай ақиқаттар айтамын. Короче, ары қарай жалғастырайық. Бір сөз үшін не істеп кеттік, сөзімізді басқа жаққа бұрып жібердік. Общем, қараңыздар. Біз мысалға подписчиктеріммен мен мысалға туыс болып қалам. Ол кезде біз ұрыспаймыз, бір машина үшін, заттар үшін да. Ал қазақ мен қырғыз бір туған, бірақ басқа қырғыздар мен басқа қазақтар қырылып жатады. Не үшін?
бірақ қырғыздар да қазақтар да екеуі бірдей бастайды. Бірақ мен тиктокта қарасам, қырғыздар үшін бір қырғыз Free Fire'да қазақтың бот қазақтарды алған, яғни енді ойнап үйреніп жатқан қазақтарды бірге SNS шығып ұтып, соларды ұтқан үшін мақтанып айрам ана мынау деп бастаған үшін қазақтар да осылай бастайды. Негізі ол ұрыс бұрында 1 жыл бұрын аяқталайын деп жатқан. Қырғыздар өздері бастады қайтадан. Достар, сол үшін қырғыздардың өздері кінәлі. Осыны қырғыз көріп отса, менен көрмейін. Өйткені өздеріңнің елдеріңдегі адамдар өздері бастады. Және де бір қырғыз қазақ бот деп атын қойған. Қазақ бот дейді, өзінің аккаунты ботский. Осылай өз-өзін еще қазақтарды ботқа теңеп тұр. Осылай достар, қырғыздары өздері бастап кетеді. Осылай ұрыс басталады. Мерс пен БМВ үшін осылай кетеді. Және де БТС пен қазақ жігіттері де қырылып кетті. Қазір бірақ ол ұрыс тоқтатылды. БТС бірақ кәпірге жатады. Өйткені мен онымен ұрысып тұрған жоқпын, просто айтып жатырмын, егер қыздар көріп жатса. Және ол кәпірге жатқандықтан онымен еріккен соң сені Алла тағала ешқашан кешірмейді. Өйткені ол кінә, кешірілмейтін. Сондықтан қыздар осыны біліп жүріңдер. БТС боянып сырға таққан, ал олар ондай істемейді. Өйткені ол сүндет. Егер сөзімді сүндет болады ғой десеңіздер, қателесіп кетсем кешіре көріңіздер. Өйткені бір видео үшін мен бір рет түсірем, және қателіктер болады. Достар, осындай видео ақиқаттар айтқанымда қаласаңдар, комментарияға жазып, тағы да басқа да ойларын жазып кетіңіздер. Қандай видео түсірейін, қандай ойыннан, және Free Fire'дан челлендж түсірейін ба, или Майнкрафттан выживание сервері ашып ойнайын ба, өздерің таңдап кеттіңдер. Ал ендеше сіздермен болған мен PlayKZ арнасы. Лайктарыңыз басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал қош сау болыңыздар. Давайте, чака-чака-пау.